Так, ассалаумағалейкум оқырмандарым, қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Интернетте көп көмек сұрап отырғандар көп қой, бірақ та бағана Құлсары қаласының өзінің ауылының тұрғыны бір әйел адам көмек сұраған, қат тиіп кетті маған, бар ғой, қат тиіп кетті. Адамдардың айтуы бойынша ол кісі дейтін 5-ші қабатта тұрады екен, жылу жоқ, су жоқ, иісі су жоқ, вообще дым жоқ. Сондаймен күн көріп отыр екен, баласының 45 мың ба бірдеме алатын ақшасымен тек қана мүгедекке беретін тек қана. Кісіге деп бір арнайы ақшаларыңызды лақтырып жіберіңіздер, мүмкін Алла тағала сіздерге сол себепті жәннатқа кірудің бірден бір қадамы болатын шығар. Енді мен айтып кететінім, жоғарыда отқан ағалар мүмкін жарайтын шығар. Бәленбай халық көмек сұрап отыр ғой, біздердің көмек, халықтан көмек сұрап отыр ғой, біздер акиматтан көмек сұрауымыз керек қой, жоғарыда отқан басшылардан көмек сұрауымыз керек қой. Не мынау халық вечно бәріне жинай беретін, халық вечно халық жинайды бәріне тек қана. Көке бір көмек сайласыңдар ғой, көке бір ай бір қыдырмай ақ қойыңдаршы, бірақ енді сендер де бір күні өлесіңдер, сендер де Аллах тағала жауап бересіңдер. Жарайды ғой, халықтан көмек сұрай беруге олардың. Халықтан сұрай береді да көмектің бәрі. Сендер де көмектесіңдерші, бірлік болсын.